Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Теңсіздіктер бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары және алгебра пәнінен бөлек физика және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Ал енді оқушылар, бұл БЖБ-да 4 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 16-ға тең. Бірінші тапсырмасы x-ның қандай мәнінде мұндағы берілген өрнегі теріс мәндер қабылдайды. Оқушылар, мұндағы берілген өрнекті ең алдымен ax квадрат қосылған bx қосылған с тең 0 түріне келтіріп аламыз. Сонда x квадрат қосылған 2x минус 35. Мұнда бізде теріс мәндер қабылдайды деп тұр екен, 0-ден кіші деп аламыз. Мұндағы a бізде 1-ге тең, b 2-ге тең, ал с минус 35-ке тең. Енді дискриминант есептейміз. b квадрат минус 4ac деп аламыз. b бізде 2-ге тең, квадраттаймыз. 4 көбейту 1 көбейту минус 35 деп аламыз. 2-ның квадраты 4, 2 минус плюс болады. 4-ті көбейтеміз 35-ке, сонда 140 болады. 2-ні қосамыз 144 болады. 144 12-ның квадраты 0-ден үлкен, демек 2 түбірі болады. x1 мен x2-ні есептейміз. Минус b плюс минус түбір астында d бөлінген 2a. Минус 2 плюс минус түбір астында 144 деп аламыз. Бөлеміз 2 көбейтілген 1-ге. Енді минус 2 плюс минус 12 бөлінген 2 болады. Минус 2 минус 12 минус 14 болады. 2 бөлеміз минус 7 болады. Минус 2 плюс 12 10 болады да, 2 бөлсек 5 болады. Енді осыны сан түзуіне белгілеп алайық. Мұнда бізде теңсіздік қатаң, іші қуыс болады. Минус 7, мұнда 5 орын алсады. Енді 3 бөлікке бөліп алайық. Мұнда минус 7 мен 5-дің ортасында 0 деген сан бар. Мұнда қойсақ 0 болады, 0, минус 35 болады. Мұнда теріс таңба болады, 27 плюс болады. Мұнда бізде тапсырма бойынша теріс мәндерді қабылдайды деп тұр. Мұнда сонда біз минус 7 мен 5-дің аралығын аламыз. x-ның қандай мәнінде мұндағына берілген өрнегі теріс мәндерді қабылдайды дегенге, оқушылар, x тиісті минус 7 мен 5-дің аралығында деп аламыз. Яғни осы аралықта мына өрнек теріс мәндерді қабылдайды екен. Келесі тапсырмасы тіктөртбұрыштың ұзындығы енен 3 см-ге артық. Егер тіктөртбұрыштың ауданы 108 см квадраттан артық болса, оның өлшемдері қандай болуы мүмкін? Енді оқушылар, екінші тапсырмасы бойынша тіктөртбұрыштың ұзындығы енен 3 см-ге артық. Тіктөртбұрыштың ұзындығы және ені болады екен. Бізде ені белгісіз, ал ұзындығы 3 см-ге артық, демек оны біз x қосылған 3 деп аламыз. Енді ауданы 108 см квадраттан артық деп тұр ғой. Жалпы ауданы табу үшін ұзындықпен енін көбейтеміз. Орнына қоятын болсақ, x қосылған 3 көбейтілген x, бұл бізде 108-ден артық. Жақшаны ашамыз. x квадрат қосылған 3x болады. 108-ді минус 108 деп теңсіздіктің сол жағын ауыстырамыз. Мұнда бізде a 1-ге тең, мұнда квадрат қой. b 3-ге тең, с минус 108-ге тең. Дискриминант есептейміз. b квадрат минус 4ac, 3-ті квадраттаймыз, минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген 108. 3-дің квадраты 9, 2 минус плюс болады.
108-ді көбейтеміз 4-ке 432 болады. 9-ға қоссақ 441 болады. 441 ол 21-дің квадраты. 0-ден үлкен, демек 2 түбірі болады. x1 мен x2-ні есептейміз. Минус b плюс минус түбір астында d. d бізде 441 бөлеміз 2 көбейтілген 1-ге. Минус 3 плюс минус 21 бөлінген 2. Минус 3 минус 21 минус 24 2 бөлеміз. Сонда былай жазамыз, е? Былай қойсыла көрген негізі былай. Оқушылар мұндағына сызықша керек емес. Минус 3 минус 21 минус 24 2 бөлсек минус 12. Минус 3 плюс 21 18 2 бөлеміз 9 болады. Сонда оқушылар бізде b 9-ға тең, a x қосылған 3 демек 12-ге тең. Сан түсуіне белгілейтін болсақ, мұнда теңсіздігіміз қатаң, іші қос болады. Мұнда бізде минус 12, мұнда 9. Минус 12 мен 9-ның ортасында 0 деген сан бар. Мұнда 0-ді қойсақ 0, 0, минус 108 қалады. Демек, мына орта бізде. Ортасы минус, екі жағы плюс болады. Енді оқушылар, мұнда бізде 108 0-ден үлкен болып тұр ғой, иә? Мына өрнек 0-ден үлкен, демек оң мәнді аламыз. Оң жағы бізде минус шексіздіктен минус 12-ге дейін, 9-дан плюс шексіздікке дейін. Мұндағы теріс мәнде дамаймыз ғой. Себебі өлшемден сұрап тұр. Сонда бізде жауабы b тиісті 9-дан плюс шексіздікке дейін, a тиісті 12-ден плюс шексіздікке дейін. Келесі үшінші есеп, теңсіздікті шешіңіз. Мұндағы теңсіздікті шешу үшін бөлшектің бөліміндегі жақшаның ішіндегі әрбір өрнекті 0-ге тең емес деп аламыз. Себебі 0-ге тең болатын болса, мұндағы берілген өрнектің мағынасы болмай қалады. Енді жеке-жеке орындайық. Минус 2х тең емес минус 5-ке деп аламыз. Енді 2 минусымыз плюс болады. X тең емес. 2-де 2 деген санға қысқарады, осында 2,5 болады. Ал мұнда X тең емес минус 9-ға. Енді оқушылар, мұнда біз ішін қуыс етіп аламыз. Себебі мынаған қарап белгілейтін болсақ, іші боялу керек еді. Егер біз тең деп алатын болсақ, 0-ге тең деп алатын болсақ, демек мұндағы өрнектің мәні болмай қалады. Сонда минус 9, мұнда 2,5 болады. Мұнда минус 9 бен 2,5-ның ортасында 0 деген сан бар. Мұнда қоятын болсақ, мұнда 0 болады. 0 болады, 5-ті көбейтеміз 9-ға. 45 болады. Демек, оң мән болады. Демек, мұндағы ортасы плюс болады. Екшеті теріс болады. Енді мұндағы теңсіздік бізде 0-ден үлкен екен. Демек, оң аралықты аламыз. Сонда жауабы минус 9 бен 2,5-ның аралығы болады. Соңғы тапсырмасы, теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. Енді мұндағы теңсіздікті жеке-жеке орындаймыз. 5х, мұндағы 2х-ті минус 2х деп ауыстырамыз. 1, мұндағы минус 5-ті плюс 5 деп ауыстырамыз. Мұнда азайтсақ 3х болады. Мұнда қосатын болсақ 6 болады. Теңсіздің екі жағы да 3 деген санға қысқарады. Сонда бізде x үлкен екен 2-ден. Енді келесі теңсізді орындайық. X квадрат минус x минус 12. Мұнда бізде a 1-ге тең, b минус 1-ге тең,
с минус 12-ке тең. Дискриминант есептейміз. b квадрат минус 4ac минус 1-дің квадраты минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 12. Мұнда минус 1-дің квадраты 1 болады. Мұнда 2 минус плюс болады. 48, сонда 49 болады. 49 7-ның квадраты 0-ден үлкен, демек 2 түбірі болады. Минус b, мұнда бізде минус 1 екен, 1 болып түседі. Түбірасында 49. Бір плюс минус 7 бөлінген 2. 1 минус 7 2 бөлсек минус 3 болады. 2-ні қоссақ 8, 2 бөлсек 4 болады. Енді мұнда белгілейік. Мұнда бізде біріншісінде теңсіздігіміз қатаң емес, іші боялады. X 2-ден үлкен. Ал мұнда минус 3, 4 теңсіздігіміз қатаң, іші қуыс болады. Мұнда бізде минус 3 пен 4-дің арасында 0 деген сан бар. Мұнда қойсақ 0, 0, минус 12 қалады. Демек, мынау аралық бізде теріс болады. Екі жағы плюс болады. Мұнда бізде оқушылар 0-ден кіші аралықты алу керек екен. 0-ден кіші болғандықтан теріс аралықты аламыз. Мінекей мынау аралықты аламыз. Минус 3 пен 4-дің арасын. Мұнда бізде 2 мен 4-дің арасында 2 теңсіздік қиылысады. Демек, 2 мен 4-дің арасы болады. Іші боялғандықтан жақшамыз тік болады. Ал мұнда мінекей қуыс болғандықтан жақшамыз жай жақша болады. Оқушылар түсінбеген сұрақтарың болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылып, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.